A'sını koysak, biz A'lısı 3 burçtan alırız. Және K'nin A'lısı 3 burçunun orta sızığı болады. A'sının жартысына тең орта сызығы болса, үшінші қабырғасына параллель және үшінші қабырғасының жартысына тең болады. Осыдан біз A'сын тауып аламыз. Сонда A'сы тең 2 көбейтілген K'nin. K'nin бізде беріліп тұрыпты. 2 көбейтілген 7 тең 14-ге. A'сы 14 сантиметр болды. 3 burçтың 3 қабырғасы да белгілі болды. Онда 3 burçтың 3 қабырғасы бойынша Гирон формуласымен 3 burçтың құралын табады. Гирон формуласына салмастан бұрын периметрдің жартысын тауып аламыз. 13 плюс 14 плюс 15 бөлінген 2. 27, 42 бөлінген 2. Периметр 42, оның жартысы 21-ге тең болды. Енді Гирон формуласына саламыз. S тең түбір астында P минус A, P минус B, P минус C. Әрі есептейтін болсақ, орындарына қоямыз. P-міз 21, 21 минус 13, 21 минус 14, 21 минус 15. Енді бұл жерде бірден көбейткіштерге түбірді табу жеңіл болу үшін көбейткіштерге жіктеп кетейік. 21-ді 3 көбейтілген 7 дейміз. 21-ден 13-ті азайтсақ 8 болады. Оны 2 көбейту 4 деп кетейік. 21-ден 14-ті азайтсақ 7 болады. Көбейту 21-ден 15-ті азайтсақ 6, оны 2 көбейту 3 деп жазайық. Енді 3-дің квадраты 3 шықты. 2-ның квадраты 2 төрден шықты. 7-ның квадраты 7 төрден шықты. 4 2-ның квадраты тең 84. Сонда жауабы алған 84. Бізде өлшем бірлік сантиметрден берілуі мүмкін. Сантиметр квадрат болады. Біз бұл жерде 3 burçтың орта сызығын пайдаландық. 3-ші қабырғасын тауып алдық та, кейін Гирон формуласына қойдық. 3 burçтың ағарын есептеудің Гирон формуласына